Өзгеде мәліметтер. Шығыс Қазақстан өнер мұражайында петроглифтерден планшеттерге дейін атты графика көрмесі ашылды. Көрме келушілерді қызықтыратын картиналарға бай. Тіпті мұнда қойылған туындыларға шет елдік өнер сарапшылары қызығып отыр. Көрме несімен ерекше? Нұртас Қайролдаев тарқатсын. Өнер мұражайы қорынан көрмеге қойылған туындылар еліміздің ең үздік графикалық суретшілерінің ерекше жұмыстары. Аталмыш көрмедегі картиналар ұзақ жылдардан кейін келушілер назарына қайта ұсынылып отыр. Айтып отырғанымыздай жаңағы графиканың арқатасы кезіндегі мынау таңбалы тастарменен таулардағы бейнелер бабаларымыздан қалған. Тіпті олар жаңағы түркі дәуірінің, сақ дәуірінің ар жағындағы 30 мың, 7 мың жылдық дәуірлерді құрауы мүмкін. Сол туындылардан бастап бүгінгі мынау компьютерлік графикаға дейінгі графиканың тарихын, графиканың оның бедер бейнесін бағыттап көрсететін көрме деп айтсақ артық болмайды. Бұл көрмеде негізгі Қазақстан графикасын қалыптастырушылар және де әлемге әйгілі суретшілердің туындысы қойылған. Графика кескіндеме суреттерімен салыстырғанда өзінің ерекше стилі бар жанр. Эмоцияларды беру мен жеткізудің зор мүмкіндіктермен ерекшеленеді. Қойылған суреттердің мазмұны, тереңдігі мен көркі көрген көзді таңдандырары сөзсіз. Здесь, конечно, лучшее произведение казахстанской графики. Менің артымда кәсіби суретшілер Николай Гаев, Альберт Гурьевтің үздік жұмыстары қойылған. Мәселен, Гурьев бірінші болып Қазақстанның халық графигі деген атақты алған болатын. Көрме есігі келушілерге жыл көлемінде ашық. Сондай-ақ өнер мұражайы қорының жаңа экспонаттарымен толықтырылмақ. Мұндай формат графиканың ең кереметін көруге, әрі әлемдік көрнекті суретшілердің жаңа картиналарымен танысуға мүмкіндік береді дейді мамандар. Нұртас Қайролдаев, Ирина Санникова, Мейір Асхатұлы, Алтай ақпарат.